Қыздар, бүгінгі базистік лекаламызды жасау үшін ең бірінші бізге міне осындай өлшемдер қажет болады. Обхват груди, обхват талии, обхват бедер, ширина груди, ширина спины, центр груди, длина талии спины, высота проймы, длина изделия. Орысша айтқан маған удобно, потому что көбіңіз орысша білесіздер. Қазақша десеңіздер, жекеге қазақшасында жіберетін боламын. Міне осы өлшемдер мұнда қосымшасымен бірге есептелінген. Қалай есептеліну керек өте оңай, тек қана қосымшаларды қосып шықсаңыздар жеткілікті. Ал енді мұнда мен толық қосымшалармен қосып есептегендегі шыққан сандар болады. Бұл менің өз өлшемім. Сіздер де осылай өз өлшемдеріңізді жазып қоясыздар, және келесі кезекте мынандай базистік лекала тұрғызатын боламыз. Ең бірінші, міне мынау көріп тұрғандарыңыз артқы бой болып табылады. Бізге мынау артқы бойдағы ортадағы сызықты түзу сызықпен сызып алу қажет. Түзу сызықпен сызып алғаннан кейін барып, мынау жоғарғы нүктені А деп белгілейміз. А деп белгілеп алдық. Енді біздің негізгі сызбаларымыз қарасаңыздар, түзуінен сызықтар және көлденеңнен сызықтардан тұрады. Түзуінен ең алғашқы осы төменге қарай біз ең бірінші высота проймы түсіріп аламыз. Екінші кезекте одан төмен қарай бел сызығын анықтап аламыз. Ол үшін бізге длина талии спины қажет болады. Келесі кезекте бұйымның ұзындығы. Бұйымның ұзындығы мен бөксеге дейінгі аралықты алдым. Ол менде 61 сантиметрге тең. Осы аралықтағы нүктелерді қойып алғаннан кейін барлық түзу сызықтардан горизонталь шығарамыз. Яғни көлденең сызықтарды түсіріп аламыз. Ол сызықтарда ең бірінші кеуде сызығын анықтау үшін обхват груди қажет болады. Ол менде 23 сантиметр. Міне осы кезде қараңыздар, түсіндіріп кетейін, масштабный линейканы 1/4 масштабта, яғни қалай қолданамыз. Міне қараңыздар, нөлге қойдым. Міне өз өлшемім 23 сантиметр, және мұнда 23 сантиметр сызылды. Белдеде 18 сантиметр, ал мұнда 18 сантиметр. Көріп тұрсыздар ғой, бізге 1/4 масштабтағы линейка осы үшін қажет. Дәл осы размерді үлкен парақтада істесеңіздер болады, яғни плакатта жасасаңыздар да болады. Онда үлкен линейканы пайдаланып, дәл осыны моделированияны жасасаңыздар болады. Артқы бойдағы сызықтарды былай қарай түсіру үшін мен қазір белгілеп қоямын. Мұнда Г, яғни кеуде сызығы. Бел деп белгілесек болады, немесе Т деп белгілесеңіздер болады. Орысша көбіне Т деп белгілейді, яғни талия деп. Және мұнда бөксе мен H деп белгілей беремін, себебі бұйымның ұзындығы. Мұнда шығатын санның барлығы бір санымен қосып белгіленеді. Яғни мысалы талия 1, груди 1 деген сияқты осылай белгіленеміз. Енді мына бізде осы қолтық ойындысының тұсы ғой. Қолтық ойындысындағы тұстағы мына екі өлшемді анықтау үшін, жоғары қарай сызықты шығару үшін бізге ширина спины қажет болады. Сол өлшемді қойып, жоғары қарай перпендикуляр шығарамыз. Және А сызығынан қосылған перпендикуляр екеуін біріктірген кезде бізде жоғарғы бөлік пайда болады. Төмен қарай түсіру үшін, Г1-ді табу үшін бізге обхват груди қажет болады. Сол өлшемді осында қойып, нүкте қойып қоямыз. Келесі кезекте белге де дәл солай өз өлшемді қоямыз. Және бөкседе шыққан өз өлшемді қоямыз. Яғни ол үшін обхват бедраны белгілеп қоямыз. Осы өлшемдерді белгілегеннен кейін қараңыздар, түзу сызықпен сызылды, және мұнда да түзу сызықпен тек сызықтарды қосып шықтық. Мұнда жоғарғы жақтан иық сызығын шығару үшін төмен қарай 2 немесе 3 сантиметр есептеп аласыздар. Төмен қарай жай түсіресіздер. Және 1 сантиметр осы сызықтан шығарамыз. Мойын ойындысынан 6, 7, 8 сантиметр. Міне осы 3 сантиметрді 6 сантиметрді 40-42 таңдайды. 44 пен 46-ға дейін 7 сантиметр, одан жоғары қарай 8 сантиметр таңдаймыз. Төмен қарай барлығына стандарт 3 сантиметр түсіріп, мойын ойынысын шығарамыз. Осы шыққан нүктеден мынау 1 сантиметр шығарған аралықты түзу сызықпен қосып қоямыз. Яғни бұл біздің иық сызығымыз болады. Міне мына жерде 2 немесе 3 сантиметр төмен қарай түсірдіңіздер ғой. Сол жерге 1 сантиметр қосып сызамыз. Яғни бұл кезде бізде иық сызығы пайда болады. Иық сызығын тауып алғаннан кейін қолтық ойындысын шығаруымыз қажет. Ол үшін осы аралықты 3-ке бөлеміз. Бірдей теңдей етіп 3-ке бөлеміз. Мына сызықты бірінші үштікке әкеліп қосамыз. Екінші үштіктен төмен қарай доға сызық жасаймыз. Яғни сонда бізде артқы бойдағы қолтық ойындысы пайда болды. Мұнда 1 сантиметрді неге сыртқа қарай шығарамыз? Себебі 1 сантиметрді иықтың үстіңгі жағы бізге жетпей қалып жатады. Көпшілік жағдайда сол жағдай болмас үшін 1 сантиметр шығарып қоямыз. Ал егерде примерка жасаған кезде бұл 1 сантиметр артық болса, кесіп тастау қиын емес. Келесі кезекте мынау түзу сызықтарды шығару үшін бізде кеуде тұсы білесіздер, осы қолтық ойындысынан кішкене 4-5 сантиметрге төмен орналасады. Сол себепті
кеуде, яғни қолтық ойынсынан белге дейінгі аралықты 3-ке теңдей етіп бөлеміз. Біріншісіне 1 сантиметр қосамыз, екіншісіне 0,5 сантиметр қосымша қосып, осыны доға сызықпен сызып шығамыз. Белге әкеп қосамыз, және белден төмен қарай бөксені анықтау үшін теңдей етіп ортасынан 2-ке бөліп, бұған да 1 сантиметр қосып шығарамыз. Және 1 сантиметр астыңғы жақтан жоғары қарай көтереміз. Бұл бізде беліміздің әдемі болып шығу үшін. Доға сызықтармен осылай көтеріп қоямыз. Енді кез келген артқы бойдағы выточканы шығару үшін мен 3 сантиметр аламын. Ол арық, толық бәрібір. Тек қана мына жағдайда ескереміз. Белі, кеудесі, бөксесі бірдей адамдарда ғана выточка алынбайды, ал басқа белі мен бөксесінде немесе белі мен кеудесіне айырмашылығы бар адамдардың барлығында выточка жасалынады. Артқы бойда екі жағына 3 сантиметр аламыз, және жоғары қарай 10, төмен қарай 10 сантиметр белгілейміз. Выточканы әр адамның кеуде тұсы, яғни жауырын тұсына деңгейіне сәйкестендіріп есептеп аламыз. Осы сызба артқы бойдың сызбасы деп аталады. Осы сызбаны толығымен қырқып аламыз да екінші өлшемге, яғни алдыңғы бойды сызу үшін көшіріп сызып аламыз. Енді қараңыздар, алдыңғы бойдың сызбасын тұрғызу үшін артқы бойды толығымен сол күйі көшіріп аламыз. Сол күйінде көшіріп алғаннан кейін бізде ең бірінші өзгеретін мойын ойындысы, екінші кезекте қолтық ойындысы өзгереді. Ал басқа жағы сол күйінде қалады. Қараңыздар, артқы бойда, алдыңғы бойда выточка менде яғни жауырын деңгейден бірдей аралықта тұрады. Яғни қараңыздар, центр груди. Біздің өлшемімізде центр грудиден төмен қарай екі аралықта 3 сантиметр, және жоғары қарай 10, астына қарай 10 сантиметр түсірдік қой выточканы. Осы выточка қалай қалады? Артқы бойға мен дәл сол выточканы түсіремін. Ендігі кезекте қараңыздар, кеуденің выточкасы. Жоғарғы нүктеден, тура мына мойын тұсындағы нүктеден, осы жерден төмен қарай кеуде ұшына дейінгі аралық, яғни высота грудиді аламыз. Ол бізде 25 сантиметрге тең. Осы аралықтан түзу сызық сызамыз. Ең ыңғайлы жоғарғы жақта выточканы шығарудың әдісі осы болып табылады. Түзу сызық сызамыз. Осы аралыққа 5 сантиметр төмен қарай жеткізбей, және 5 сантиметр жанына қарай қалдырамыз, яғни кеуде айналымына. Осы 5 сантиметр жеткізбей қалдырған кезде, қазір қарайын, менде 8 сантиметрге тең болған. Жоғарғы жағына да 8 сантиметр етіп жасадым. Екі аралық бірдей болу үшін кішкене менде шығып тұр. Осы шыққан жерді доға сызықпен белге дейін әкеп қосып жіберемін. Жағына себебі екі выточканың аралығы бірдей болу қажет. Яғни мына жер мен мына жер тең болу қажет. Осы жердегі аралық ішке кірген кезде, яғни выточка кішірейген кезде, бізде мына артқы бойда жетпей қалады. Сол себепті 3 сантиметрді қосамыз. Мына аралықтағы қалып кеткен 3 сантиметрді жоғары қарай 3 сантиметр қосып белгілеп аламыз. Және жоғарғы жақта артқы бойдың иығы тұр ғой, дәл осы иықты аламыз да 1 сантиметр төмен қарай түсіреміз. Бұл бізде алдыңғы бойдың иық сызығы болып табылады. 1 сантиметр төмен қарай түсіреміз. Және біз мына жерде 3-ке белгіледік. Бөліп, дәл сол 3-ке белгіленген астыңғы сызығын алып, бұнда да 1 сантиметр 3-ке кіргіземіз. Бұл сантиметрмен жазып қойғандардың барлығы тұрақты сан. 1 сантиметр кіргіземіз, және осыны доға сызықпен әкеп бір-біріне біріктіреміз. Сонда бізде алдыңғы бойдағы қолтық ойындысы шығады. Мойын ойындысына келетін болсақ, дәл артқы бойда 6-7-8 сантиметрді қалай жасадық, алдыңғы жақта да дәл солай 6-7-8 сантиметр өз размерімізге қарай төмен қарай түсіреміз. Және соны доға сызықпен әкеп қосыламыз. Егер мұндай доға сызық сызу сізге қиын болып жатса, түзу сызықтармен қосып, бисектриса шығарып қоссаңыз да болады. Ол әркімнің өз сызу қабілетіне байланысты. Міне осылай алдыңғы бойдың да сызбасын сызып дайындап алдық. Енді қараңыздар, бізде мынау белдегі берілетін выточка, ол кеудемізден беліміздің айырмашылығына беріледі. Ал мынау тұрған выточка жанынан немесе жоғарғы жағынан да салынып жатады. Кез келген жақтан өзгеріп жатады ғой. Ол бізде кеудемен жоғарғы жақтағы екі иықтың арасы бізде кішкентай болады ғой. Сол аралыққа берілетін қосымша болады. Артқы бойда да білесіздер, жауырын мен иық арасына тағы да выточка салынады. Ол сыртқы киімдерде осылай жасалынады. Міне осымен біздің базистік дорымыз дайын болды.
яғни бұны базистік лекала деп те айтып жатамыз. Келесі сабақта біз көйлекті модельдейтін боламыз. Ол үшін артқы бойдың осындай сызбасын және алдыңғы бойдың осындай сызбасын қырқып дайындап қоямыз. Модельдеуді үйренген кезде осы 1/4 масштабты пайдаланып жасаңыздар. Үлкен өлшемде де жасасаңыздар болады, бірақ ол үшін мынандай астында жасайтын материалдарыңыз өте үлкен көп кетеді. Сол себепті 1/4 масштабта жасап үйренген әлде қайда выгодны деп айтамыз ғой. Ал келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.